Сәлем, бұл тамаша жыл блогы және мен Талшын. Бүгін мен өзім жақында тапсырған ДНК тестінің нәтижесімен бөліскім келеді. Бұл тест арқылы ата-бабамның қандай жерлерді мекендегені, тұрғаны, қандай жерлерден келгені және қазіргі кезеңде қандай аймақтарды мекендейтін халықтардың бойындағы гендер менікіне ұқсайтындығын көрсетеді. Жалпы әлемде бұндай тесттарды түрлі компаниялар арқылы тапсыруға болады. Мәселен, myheritage.com, ancestry.com және 23andMe сайттар арқылы. Бұл сайттар туралы бірнеше жыл бұрын естісем де, менде бір арнайы қызығушылық болған емес. Себебі мен әрқашан өзімнің тұрған тұрысыма, бет әлпетіме қарап, мен қазақпын, 100% қазақпын деп ойлайтым. Және кейбіреулер қазақтардың көздері көк, европалықтарға ұқсаған, мұндай қысық көздер қазақ емес деген сияқты айтса да, мен оларға әрқашан келіспеушілікпен қарайтымын. Себебі мен өзімді қазақтан басқа ешкіммен байланыстырған емеспін. Осылай. Бірақ өткен жылы мен Эстонияға көшкенде біраз жаңадан пайда болған таныстарым мен достарымның ДНК тестін тапсырғандығы туралы ести бастадым, және олар өздерін таңғалдырған, кейбіреулері таңғалдырмаған фактілер туралы айта бастады. Өздеріңіз білетіндей, тамшы тама-тама тасты да теседі. Сөйтіп мен бір күні жазда Таллинде шалқамнан жатқан кезімде неге тапсырмасқа деп тапсырыс бердім. Сөйтіп 23andMe сайтына өтініш жібердім. Не үшін тапсырдым, не үшін бұл компанияны таңдадым десеңіз білмеймін. Бәлкім басқалар осы компанияны таңдағандықтан маған да олардың жарнамасы өткен болар. Сөйтіп мен оларға тапсырыс бердім. Бір аптадан кейін маған құты келді. Ол құтыға мен өзімнің сілекейімді салдым, құтыны жаптым, қайтадан жібердім. Және бір апта Нидерландыға жетті, және 2 аптада ол ақш-қа жетті. Себебі мен тапсырыс берген 23andMe сайтының орталығы Калифорнияда, Лос-Анджелес қаласында болатын. Сөйтіп әйтеуір дегенде 22 шілдеде жіберген тапсырысым 20 тамызға қарай дайын болып, нәтижемді кешке қарай алдым. Нәтижеме таң қалдым десе де болады, себебі қызық түрлі нюанстар бар екен. Қазір мен сіздерге сол туралы айтатын боламын. Сонымен менің ДНК-мның үлкен бір бөлігі sign by nu деп хал жағдайын сұрасатын халыққа тән екен. Таптыңыз ба, таппадыңыз ба білмеймін, бұл манчжур және моңғол гені. Менің бойымдағы 43.5% ген моңғол мен манчжурдан деп белгілеген екен. Соның ішінде Ховд, Оус аймақтары. Бұл факт мені сәл-пәл таңғалдырды, себебі мен бойымда моңғол табылады деп күттім. Дегенмен де 43% моңғол болып шығам дегенді ешқашан ойлаған емеспін, және оны ешқандай қазақ ойламайды деп ойлаймын. Сөйтіп мен бұны біраз өзімнің руыммен байланыстырдым, себебі менің руым Найман, және Наймандар ол Моңғолияның батысы, Қазақстанның шығысын мекендеген. Бәлкім бұл да бір себеп болуы мүмкін, бірақ факт болып қалады. Менің 43.5% генім манчжур моңғолдарға тән екен. Қалған 1% жалпы солтүстік Азия деп белгілеген екен. Бұл жерде олар анықтай алмаған, бірақ сол 1%. Келесі генім ни хао деп амандасатын халыққа тән екен. Қытай 12.2%. Бұл да мені таңғалдырмады, себебі менің ата-әжем Цзиньцзяннан 60 жылдары Қазақстанға көшіп келді, және бұл белгілі бір ретте кішкене оқиғаны түсіндіреді деп ойлаймын. Бірақ мен түсінбеген бір жайт, ол сол 12.2%-ға Цзиньцзяннан бөлек тағы да 5 аймақ кіреді екен. Олар Қытайдың шығысында орналасқан. Шандун, Шанкси, Бейжің, Хэбэй, Хэйлунцзян, Ляонин. Бұл аймақтар туралы ешқашан естімеген екенмін, және білмейді екенмін, және осыдан бастап бұл аймақтар туралы көбірек білгім, зерттегім келеді. Міне осындай. Келесі жалпы Шығыс Азия 5.6% деген екен. Бұл нақты Қытай, Корей, Жапон емес, әйтеуір белгісіз. Себебі олардың системасы әлі де жетілдіру үстінде, және бұны біраз уақыттан кейін мүмкін анықтап та беруі мүмкін. Сөйтіп жалпы алғанда 62.3% мен Шығыс Азиялық екенмін. Келесі, енді қазаққа айта дейсіз ғой, менің орталық Азияда екендігімді қалай қашан анықтайды екен.
Сөйтіп мен орталық Азия, сәлем, 29.1%, оның ішінде Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы деп көрсеткен. Мүмкін Алматы, Қарағанды, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарда болуы мүмкін, бірақ дегенмен Шығыс Қазақстандансың дейді. Бұл дәл түсті, мен Шығыс Қазақстанда туылғанмын. 29.1% орталық Азия. Өзімді 70% Қазақстандық орталық Азия деп ойлағам, дегенмен мен 30%-ға жуық орталық Азиядан екенмін. Қалған бөлігі 5%, европалық екен. Оның ішінде солтүстік, батыс Европа, француз, неміс, бонжур, гутен таг, және жалпы солтүстік батыс Европа, Скандинавияны жалпы қосқанда 2-3%, шығыс Европа 1-3%, привет, және жалпы Европа 1-6% деп анықтаған. Яғни бұл жерде нақты аймақтар белгісіз, бірақ осы Broad Европаға, жалпы Европаға жататын гендер. Сөйтіп бұл 5-2% құрайды екен. Және соңында қалғаны шамамен 1%-ға жуығы 0.8%, ол мераба Анадолы аймағы деп көрсеткен екен. Міне, сонда мен Шығыс Азия 62.3, орталық Азия 29.1, Европа 5.2 және Батыс Азия 0.8% екен. Міне осындай нәтижелер, бұл нәтижелер әрине мені сәл-пәл таңғалдырды, және де жалпы мен өзімнің біраз айтады ғой, өте тар ойлау жүйемнен сәл-пәл үлкенірек жүйеге, және өзімді бір Азияның бір бөлігі ретінде де түсінуге сәл-пәл маған қадам жасады. Себебі орталық Азиядан шыққандықтан, және мен өзімді Қазақстаннан деп есептегендіктен, көзімнің қысықтығына қарамастан ешқашан мен өзімді азиаттықпын деп ойламайтынмын. Неге екенін білмеймін. Мен орталық Азияданмын. Мен Европадан да емеспін, мен Азиядан да емеспін, орталық Азияданмын, бірақ орталық Азия әйтеуір бір ортасында орналасқан жер деп ойлайтынмын, және де оларға ешқандай қатысым жоқ деп ойлайтынмын. Бұл факт әрине мені кішкене біраз миымның ішінен шығарып, біраз жалпы адамдарға деген сүйіспеншілігімді арттырды деп ойлаймын. Осы, және бұл тест арқылы тағы да айтпақшы, неандерталдықтардан келе жатқан қаншалықты генетикалық варианттардың бар екендігін көруге болады. Менде шамамен 200 вариант неандерталдық анықталған екен. Оның ішінде маған байланысты 2 факт көрсеткен. Бұл 2 факттың біріншісі, марафоннан гөрі спринтті жақсы жүгіруім керек екен. Бұны білмеймін. Себебі мен ешқашан спринтке жүгіріп көрмегенмін. Марафонда асықпай, таспақа сияқты жүгіргендіктен мен әрқашан өзімді таспақа деп есептейтінмін. Және мүмкін спринтті тексеріп көруім керек шығар, қаншалықты жылдамдығым жақсырақ екен. Бұл әйтеуір маған солай айтады, спринтқа жүгіруге бейімсің деп. Және екіншісі, шашыңда көбірек қайызғақтар бар дейді. Неандерталь варианты болғандықтан шашыңызда көбірек қайызғақ болу ықтималдығы жоғары деп көрсеткен екен. Бәлкім шын шығар, себебі маған шашымды көп, өте жиі жуам, және де тез қайызғақ басып кететіндіктен. Енді сіз де мен туралы бір факт білесіз. Осы, енді бар тапсырыс беріп бір ай күткен нәтижемнің маған бергені осы. Сіздерге қызықты болса, сіз де тапсырып көріңіз, және мен осы 23andMe деген сайт арқылы тапсырыңыз деп айтпаймын. MyHeritage арқылы да тапсырып көріңіз, себебі оларда өте жиі жеңілдіктер болып жатады, және де басқа да мүмкін локал жергілікті де брендтер болуы мүмкін. Тапсырып көріңіз, қызық. Осы айтайын дегенім, және айтпақшы, бұл менің алғашқы көптен бері жасамаған бірінші видеом YouTube'дағы. Дұрыс сөйлемедім, менің көптен бергі алғашқы видео. Өте қуаныштымын көргеніме. Соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Бай.